Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге біз тура осындай төрт бұрыш және бұрыштардан құралатын осындай құрақтың түрін үйренетін боламыз. Бұл негізі жастықтың беті, өлшемі 45-45. Ал дәл бұндай құрақты құрау үшін бізге қажетті заттардан тек қана мата керек болады. Кесіп сызуды өздеріңіз білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Біз бұл жерде үш түрлі түсті қолданамыз. Көріп отқандарыңыздай мен үш түрлі түсті қолданғанмын. Бұл жерде бізде маталарымыз екеуі де матылы велюр, ал мынау сары матамыз бізде атлас. Және атласты жақсы қатты качествосы жақсы болып тұру үшін мен астын кәдімгідей флизелиндап алдым. Флизелиндаған кезде де флизелиннің қалыңдауын алдым. Сіздер де атлас қолданамын десеңіздер, тура осылай флизелиннің қаттырағын алыңыздар. Ал енді бізге бұл жерде қай түстен қанша дана керек? Бізге енді атлас матасынан бізге бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай бізде бұл жерде 10 дана керек. Екеуі бүтін төбеге түседі, екеуі бүтін жанына түседі, екеуі бүтін астына, біреу тағы жанына түседі. Сонда бізде мынау яғни екінші бұрышпен қосылып тігілген бұрышымызды есептейтін кезде былай есептейміз. Мысалы ғана бір бұрыш болса, яғни бұл бір кәдімгі төрт бұрыштың половинасы деген сөз, иә. Демек бізде 1, 2, 3, 4 болса, демек бізде тағы 2 бүтін 4 бұрыш керек. Көргендеріңізде бізге 8 дана керек болса, сол 8 данаға тағы 2-ге бөлінетін, тура осылай диагоналынан 2-ге тура осылай етіп бөлінетін, бізге тағы 2 дана 4 бұрыш керек екен. Бұл дегеніміз, яғни сіз 8 дана 4 бұрыш алсаңыз, соның 2 данасын алып, сызып, кесіп, тура осылай етіп 2-ге бөліп алуыңыз керек. Атластың жайы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді келесі бізде жасыл матамыз. Бізде жасыл матамыздан тура осындай болады. Бізге жасыл матамыздан қанша дана керек? Бізге жасыл матамыздан примерно 6 дана керек. Көргендеріңіздей, осындай 4 бұрыш керек. Оларды да тура осылай етіп сызып алып, диагоналынан бөліп аламыз. Тура мына атлас секілді көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде ешқайсысы мынау секілді немесе мынау секілді бүтін қолданған емес, барлығы бөлініп барып қолданған көргендеріңіздей. Ал мінекей тура осылай етіп бөліп алуымыз керек. Ал енді бізде бұл жерде базовый цветіміз, бізде бұл ақ. Көргендеріңіздей ақ цвет. Бізде ақтан бізге қанша дана керек? Бізге ақтан примерно санайтын болсақ, енді бізге демек ақтан 16 дана керек. Ал біздің ортамыздағы осы үлкен өлшемге сіздер ою салсаңыздар да болады, тағы да осындай құрақты кішірейтіп салсаңыздар да болады, бірақ мен осындай қылғым келді, сондықтан тура осындай кәдімгідей бос қылып қоя салдым. Бұл үлкен төрт бұрышымыздың өлшемі қанша? Ал енді жалпы өлшемдері қанша біздің керекті? Бұл жерде өлшемдері барлығы бірдей болады, бізде барлығы 6 сантиметрден болады. Біздің квадраттарымыздың диагоналі 6 сантиметрден болады. Ал мына ортасындағы дәуіне үлкен төрт бұрышымыз бізде ол 12 сантиметр шығу керек. Көргендеріңіздей 12 немесе 13 сондай үлкендеу шығу керек. Енді үлкендеу ала беріңіздер, жетпей баратса қосып бересіздер ғой. Ал мінекей жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кезекте енді тігіп бастайық. Ал енді кесіп дайындап алған бөлшектеріміздің барлығын тура осылай етіп, мен видеода қалай көрсеттім, тура солай етіп құрастыратын боласыздар. Және құрастырған кезде мән беріңіздер, сіздердің бұрыштарыңыз және мынау құрап жатқан төрт бұрыштарыңыздың түгі төмен қарап тұру керек. Барлығы бірдей төмен қарап тұру керек. Сонда сіздің құрақтарыңыз әдемі болып, бір келкі болып реттеліп шығатын болады. Ал мінекей құрметті көрермендер, тура осылай етіп, ең алдымен схеманы бұзбас үшін алдын ала осылай етіп құрастырып алыңыздар. Ал енді тігіп бастайық. Бізде тігіп бастаған кезде бұндай төрт бұрыштардан құралған құрақ болса, өздеріңіз білесіздер, кәдімгідей былайынан бір-біріне біріктіріп, тура осы жерін екі жерін қосып, ал одан кейін мынаған қосып, анаған қосып, тура солай қосып кете беретінбіз. Барлық қатар дайын болған соң, бұны былайынан қосып, осы екі қатардың бетін біріктіріп тігетін едік. Ал енді бізде одан алдын, бізде осындай бөлшектер бар, яғни бүтін төрт бұрыш емес, екеуі екі түстен құралған. Сонымен ең алдымен осы екі бөлшекті алып, бір-біріне тура осылай біріктіріп тігіп шығуымыз керек. Сондықтан мен алдын ала шатасып кетпеу үшін бұны алдымен инемен қалап шығамын. Яғни маған керек жерден инемен қалап шығамын.
сіздер қадайсыздар ма қадамайсыздар ма өздеріңіз білесіздер, бірақ мен үйреніп қалған соң және сенгендіктен тура осылай етіп екі матаның бетін қосып мінекей жақсылап инемен қадап тігіп шығамын. Сіздер де тура солай етіп тігіп шығасыздар. Ал мінекей тура осылай етіп, мен үйреткендей қосып алған соң, екі бұрыштарды тура осылай етіп, адасып кетпес үшін қайтадан орындарына қойып аласыздар. Бұл құраған кезде керек болады. Ал ендігі кезек мен өзім айтқандай төбеден бастап қосып шығамыз. Шатасып кетпеу үшін тура осылай инемен қадап алсаңыздар болады. Мен көбінесе инемен қадап аламын. Сіздерге де соны кеңес беремін. Ал енді осы дайындап алғанымызға қарай тігетін боламыз. Ал енді екінші қатарды жиямыз. Ал енді қосып тігіп шығамыз. Ал мінекей біздің үстіңгі қабатымыз дайын еді, енді ортаңғы қабатымыз да дайын. Ал мінекей ендігі кезек бізде осы екі қабат болады. Бұл екеуін қалай тігілетінін мен айтып кетейін. Енді бұл жерде біз басқаша істейтін боламыз. Ол дегеніміз, яғни мына екі төрт бұрыштың бірге тігіп алып, мынандай етіп қосып тігіп алып, одан кейін барып қайтадан мына екеуін қосып тігіп алып, екеуін қосуымыз керек. Яғни былай ұзыннан қоспаймыз да, тек қана осы төртеуін біріктіреміз, мына жақтан төртеуін біріктіреміз да, содан соң барып осы ортасындағы төрт бұрышқа қосып екі жағынан, содан осындай үлкен ұзын шығарамыз. Сонда бізге уақытымыз өте ыңғайлы болады, қолайлы тиеді уақытқа қарай. Ал енді ең алдымен осы төрт бөлшегімізді біріктіріп алайық. Ал мінекей мен өзім айтқандай тігіп алдым. Ең алдымен осы екі жерін қостым, одан кейін тағы да мына екеуін қостым, одан кейін барып тура осылай етіп төртеуінің басын қостым. Сонда бізде тура осындай болып шықты енді. Бары осы дейді. Ал енді ортада тұрған төрт бұрышымызбен екі жақта тұрған төрт бұрышымызды тура осындай ұшы жағымен түгі жатып тұрған болу керек. Білесіздер, тура солай етіп түйреп шығамыз. Сосын сол түйрегеніміз бойынша екі жағын тағы да тура солай етіп қосып тігіп шығамыз. Ал мінекей мен өзім айтқандай екі жағында қосып тігіп алдым. Әрі қарай астыңғы бөліктерін төбеде үйреткендей төбедегідей етіп қайтадан қосып тігіп шығамыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, бізге керекті деген 5 бөлікте құралды. Ал енді сол қалған 5 бөлікті құрайтын боламыз. Ол үшін төбеден бастаймыз. Төбеде тұрған екі жіңішке бөлшекті алып біріктіріп аламыз. Ал одан кейін ортасындағына тиіспестен астында жатқан тағы тура солай екі бөлшекті алып, тағы да ұзыннан біріктіріп аламыз. Ал мінекей біздің екі бөлшекте қосылды, тура осылай етіп тігіліп шықты. Ендігі кезек ортасымен, яғни енді бұлар үлкен 3 бөлікке айналды. Ендігі кезек осы үшеуін қосуымыз керек. Шынымен шатасып кетпес үшін тура осылай етіп бір инемен қадап ала салдым.
Енді бұлай ұзыннан туу оңай ғой, сондықтан тура осылай етіп қадай салдым. Ал егер өздеріңізге сенімсіз болсаңыздар, тура осындай инемен 3-4 рет қадап шықсаңыздар болады. Ал мен осындай етіп қадап ала салдым. Ал мінекей, құрметті көрермендер, біздің құрағымыз осымен дайын. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Ал мінекей, құрметті көрермендер, сабағымыз осымен бітті. Сабағымыз сізге ұнаған болса, лайк немесе комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және подписаться етуді ұмытпаңыз. Бұдан кейін де бұдан да қызықты сабақтар каналда шығып отыратын болады.